Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle TV арнасы. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп өтсеңіздер, сіздерден үлкен қолдау болар еді. Фильм альпинистердің тауға шығуынан басталады. Дон Бекки мен Шеллоның көзінше таудан құлап кетеді. Оқиға болғаннан кейін арада бір жыл өтеді. Қыз жігіттің бұрынғы жазған хабарламаларын тыңдап отырады, ал әкесі Джеймс Беккиге бұлай жүре беруіңе болмайды, өмір бір орында қатып қалған жоқ дейді. Ал күйзелісте жүрген қызы Бекки бұған ашуланып, мені қолдамайсың деп кетіп қалады. Ол жалғыз қалуды шешеді. Беккиге Шелло есімді құрбысы хабарласып келеді. Ол мұнараға шығу үшін қасына серіктес керек дейді, ал Бекки болса бұған бірден келісе кетеді. Солай олар жолға шығып кетеді. Кейін олар кафеге келеді. Осы кезде Шелло Беккиге мұнарада видеоға түсіріп әлеуметтік желіге шығып атақты боламыз және де көңіл көтеріп қайтамыз дейді. Сосын мұнараға ешкім жақын арада бармағанын және оның қараусыз қалғанын айтады. Солай қыздар сапарларын жалғастырады. Шелло видеоға түсіріп бастайды. Ол видеода мұнара туралы айтады және оның метрі 600 метрден асады деп түсіндіреді. Олар мұнараға барар жолдың жабық екенін көреді және де қалған жолды өздері жүріп өтуді шешеді. Қыздардың қолында азғантай су қоры бар, ал қалған заттарды көлікте қалдырып кеткен. Өйткені олар түскі аста үйлеріне қайтуды шешкен еді. Олар мұнараға келеді. Көтерілудің бірнеше кезеңнен тұратынын айтады. Кейін қыздар мұнараға шығудың жолын ойластырып бірге ақылдасады. Бекки соңында мүмкін керек емес деп қызды көндіргісі келеді, ал Шелло болса бәрі жақсы болады деп сендіреді. Солай қыздар келісіп мұнараға мінетін болды және де олар мұнараға шығуды бастап кетеді. Мұнараның темірлері шіріген және әлсіз еді. Олар баспалдақпен көтеріле бастағанда тіреуіш темірдің қозғала бастағанын көреміз. Бір кезде Бекки ұстаған темір шығып кетеді. Бекки әрең ұстап қалады. Қыздар жарты жолда үзіліс жасайды. Суларын ішіп демалып күш жинап алады және бұл жерден бүкіл аумақты көруге болады. Солай қыздар бірінші кезеңнен өтеді. Шелло алға қарай шығып өрмелеп бара жатады, ал Бекки биіктіктен қорқып бастайды. Осыдан соң Бекки құрбысының артынан қалмауды шешеді. Осылай қыздар өрмелеп шыға береді. Бастапқыда бәрі жақсы еді, бірақ та олардың алдынан спутниктер кедергі болып кездесе береді. Бірақ та қыздар оны айналып өтеді. Шелло көңілі көтеру үшін баспалдақты төмен қарай жылжытады. Соның кесірінен баспалдақтың болттары босап кетеді. Бірақ та қыздар оған дейін мұнараға толық мініп үлгереді. Қыздар өздерінің аман-есен мінгендеріне қуанады. Кейін олар бірге видеоға түседі. Бекки болса өзінің өлген күйеуінің күреңкөкке ұшырады. Қыздар жерге түспек болады. Бекки баспалдақпен түспек болғанда болт үзіліп Бекки құлай жаздайды. Шелло осы кезде оны ұстап қалады. Қайта мұнараға көтеріп алады. Енді қыздар жерге қалай түсеміз деп ойлайды. Сет мүлде ұстамайды. Бірақ та олар дүрбі мен сигнал ракетасы бар екенін көреді. Солай Шелло Беккидің аяғындағы жарақатты байқайды. Солай ол Беккиге көмектесіп аяғында жараны байлап береді. Бекки тағы да видео түсіреді. Кейін Шелло дүрбімен айналаны қарап шолып шығады. Сосын алыстан фургонды байқайды, бірақ та оның ішінде бос секілді. Арада 5 сағат өтеді. Ешкімнен ешқандай да хабар жоқ. Солай Шелло парақшасына кіріп қараса лайктардың көбейгенін көреді. Ол Беккиге байланыс әлі де бар екенін айтады және ол үшін сәл төмен түсу керек дейді. Олар бір идея ойлайды. Телефонды арқанға байлап 15 метрге төменге түсіреді. Бірақ та ешқандай пайда әкелмеді. Сосын Бекки телефонды аяқ киімге салып лақтыруды шешеді. Бірақ бұл әдіс іске аса ма білмейді. Bir кезде олар дүрбімен айналаны қараса бір адам итімен бірге серуендеп жүр екен. Бекки оған аяқ киімін лақтырады. Бірақ ер адам оны көрмей кетеді. Солай кеш батады. Қыздар зымыраны ұшырады. Бұл жолы адамдар оны көреді. Бірақ та оларға көмек берудің орнына көліктерін ұрлап кетеді. Bir кезде Бекки Шеллоның аяғынан 143 санын көреді. Сосын Шелло Беккиге Дэнді жақсы көргенін айтады. Ол оған 4 ай бойы Беккиге айтпай қарым-қатынаста түсіп жүргендерін мойындайды. Бұны естіген Бекки күйзеліске түседі. Таң атады. Олардың мұнарада отырғандарына 24 сағат өтеді. Көмек келмегесін телефонды аяқ киімге салу идеясы іске аспағанын түсінеді. Сосын олар спутникте тұрған сөмкені алу керек болады. Бірақ бұл үшін тәуекелге бару керек болады. Шелло бұл жұмысты өзінің қолына алады. Ол бірден төменге түсе бастайды және де спутникке тез жетеді. Сөмкеге қолын созып жету мүмкін болмады. Сондықтан ол спутникке секіруді жөн көрді және де секірді. Бұл іске асты. Бірінші сумкадағы суды алып ішеді. Енді ол кері қайтуды қалай көтерілем деп ойлайды. Bir кезде селфи таяқшасына арқанға байлап жіпке секіреді. Идея іске асады, бірақ та ол мінуге 1-2 метр қалғанда жіп босап сыртқа сырғанап кетеді. Бірақ та Шелло арқанның көмегімен аман қалады. Ол қолдарын жарақаттап алады. Бекки оған жалғыз өзі көмектеседі. Енді олар хат жазып тронға байлап
қонақ үйге дейін ұшыруды шешеді. Бірақ та дронның қуаттағышы бітіп қалған болатын. Сосын олар зарядтағышты жабыстыру үшін жоғарыға шамға көтерілуді ойлайды. Бекки жоғарыға шығуды өзінің қолына алады. Солай Бекки жоғарыға шығады. Ол зарядтағышты тықса істемейді. Сосын ол сақинаны пайдаланады. Кейін заряд алады. Бекки зарядтап отырғанда құстар оны соға бастайды. Сол себепті сумкасы төменге құлап кетеді. Бірақ та ол зарядтауды жалғастыра береді. Енді қыздар таңғы 10-ға дейін күтуді жоспарлайды. Сол кезде қонақ үйде адамдар көп болады. Солай қыздар таңертең дронды ұшырды. Байланыс жоғалмай ұшып барды. Бірақ та жүк көлігі дронды қағып кетеді және жүргізуші оған мән бермей кетеді. Қыздар соңғы үмітінен айырылды. Кешкісін дауыл соға бастады. Бекки бұған шыдай алмай көзін жұмып әлсізденіп кетеді. Көзін ашса шейлі құлап көз жұмған екен. Амалы таусылған Бекки құрбысының қасындағы сумканы тартып арқамен бірге алады. Сосын қыз әкесі екеуінің видеосын қарап отырады. Бұл уақытта әкесі Джеймс қызды іздестіруде. Таң атады. Бекки құстардың ұшып жүрген ұстап жейді. Содан кейін күш жинап алады. Сосын спутникке түседі. Соңғы үміті аяқ киімдегі телефонды қолданбақ. Бірақ та телефон Шеллоның ішінде еді. Бекки Шеллоның қалтасына көмек хатын салып жібереді де төменге лақтырады. Сосын адамдар өлген денені көріп көмекке келеді. Түнге қарай Джеймс мұнараға жолға шығады. Джеймс келсе полицейлер де көреді. Әкесі бұны қызы өліп қалды деп ойлайды. Бірақ та олай емес еді. Өйткені Беккиді құтқарушылар құтқарған еді. Қыз әкесін құшақтап, сол жерде фильм осылай аяқталады. Фильм туралы өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Егер де сіздер осындай жағдайда ұшырасаңыздар не істер едіңіз және де мұнараға шығар ма едіңіз? Ендеше келесі видео шыққанша сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет.